Өткен аптада біз Қазақстан Республикасының келесі президенті Асхат Аймағамбетов болуға лайық деген көзқараста видео дайындап едік. Себебі бұл туралы 7 қат аспанды көріп келген қазақ көріпкелі Әбіл Шәріпбекұлы мәлімдеді. Сөзінше, жас жігіт барлығын өзгертеді екен. Жас жігіт тұрады, соның кейін бәрі орнына келеді. Біздің Қазақстан өте үлкен даму керек. Міне, жас жігіт дегенге біздің ойымызға ең бірінші бұрынғы білім министрі Асхат Аймағамбетов оралды. Дегенмен елімізде ел басқаруға лайық басқа да жас жігіттер көп. Видео басталмас бұрын біз бірнеше жас жігітті назарларыңызға ұсынамыз. Осылар болашақта президенттікке үміткер болуға лайық деген ойдамыз. Олар қазіргі мәдениет министрі Асхат Оралов, цифрлық даму министрі Бағдат Мусин, жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, ең жас мәжіліс депутаты болған Мәди Ахметов, және де қазіргі мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаев, ұлт жанашыры Ринат Зайытов, Астана қаласының бұрынғы әкімі Алтай Көлгінов. Осы азаматтардың қайсысы елді абыроймен басқара алады? Немесе өз ойыңыздағы адамды комментарийге жаза кетіңіз. Сонымен президенттік лайық азаматты комментарийге жазсаңыз, біз видеомызды бастаймыз. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Ғабидолла Әбдірахымов болады. Мужик сделал. Большое вам спасибо. Через 2 месяца Спасибо большое. я вам обещаю, что у вас будет. Все большое вам спасибо. Чего вы добиваетесь своими драками? Что, думаете, что вы крутые будете, да, из-за этого? Ол кезінде Шымкент қаласын басқарып ел есінде ұзаққа қалды. Ол әкімдіктен кеткенде көпшілік жылап, оны қимай шығарып салды. Әбдірахымов қалайша халықтың ыстық ықыласына бөленіп, жүрегінен орын ала білді. Біз бүгін осыған кеңінен тоқталамыз. Ғабидолла Әбдірахымов 1975 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданында дүниеге келген. 1996 жылы экономист-бухгалтер мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік аграрлық университетін, 1999 жылы болашақ бағдарламасы бойынша мемлекеттік басқару неміс жоғарғы мектебін бітірген. Содан бері ол мемлекеттік қызметте жұмыс істеді. Ол көптеген лауазымды қызметтерді атқарды. Ол қамал бұзатын 40-тың қырқасына шыққанда шырайлы Шымкент қаласына әкім болып тағайындалады. Міне осы кезден бастап ол республикаға кеңінен таныла бастады. Әбдірахымов Шымкентке келе сала өзгеріс жасауды бірден қолға алады. Ол жергілікті шенеуніктердің қызметтік көліктерін тартып алып, оларды автобуспен жүргізіп қойды. Бұған дейін қымбат көліктермен жүріп үйренген шенеуніктер не істерлерін білмей қатты састы. Әкімнен қорқып, амал жоқ қысылысып қымтырылып автобусқа мінуге мәжбүр болды. Ғабидолла Әбдірахымов та күнделікті жұмысқа автобуспен барып жүрді. Осылайша ол өзгелерге үлгі болды. Әбдірахымов жиналысты автобуста жасап, жұртты таң қалдырды. Қала әкімі қаладағы көлік кептелісін азайту үшін тұрғындар велосипед айдау керектігін мәлімдеді. Неге велосипедпен жүрмейсіңдер? Велосипед рахат нәрсе ғой? Тегін. Әкім бұны жай сөз ретінде айтып қоймай, нақты іспен дәлелдеді. Ол жұмысқа велосипедпен барып келіп жүрді. Бұны көрген халық әкімге дән риза болды. Набекен! Красавчик! Әбдірахымов қаланың 4 аудандық жергілікті полиция қызметі басшысына қатаң ескерту жасады. Әбдірахымовтың айтуынша көшедегі сауда, такси, тәуліктік пәтер және бос қалған құрылыс алаңдары бойынша мәселелер шешімсіз қалған. Жергілікті полиция қызметінің барлық басшысы орнында қалатынына сенімді емеспін. Жұмыстарыңызға риза емеспін, есеп үшін ғана жұмыс істейсіздер. Жалқаулар мен қабілетсіздерге полицияда орын жоқ. Полицияға адам мансап үшін емес, тәртіп орнату үшін келу керек деп ашуланды қала басшысы. Нәтижесінде Шымкентте полициялар қарқынды түрде жұмыс істеп, халыққа жақын болуға тырысты. Әбдірахымов сұлулыққа құштар әкім болды. Ол қаланың қызғалдақтай әдемі болып тұрғанын қалады. Ол Шымкент, Лас-Вегас сияқты көркем қала болу керектігін мәлімдеді. Чимкент должен стать лучше, чем Лас-Вегас. Я думаю, народ Чимкента заслуживает. Сол себепті де ол қалада жаңа заманауи нысандар бой көтеру үшін жұмыс істеді. Әбдірахымов бүгінде қала жастарының сүйікті орнына айналған Арбатты салды. Мұнда күнде кешкісінің қала тұрғындары серуен деп бой жазады.
Және де әкім қалада ең үлкен сауда орны Шымкент Плазаны тұрғызды. Бұл жерде қала тұрғындарының сүйікті мекеніне айналды. Сонымен қатар, әкім қаладағы ең үлкен демалыс аймағы Жайлау көлді ашты. Мұнда өте үлкен жасанды көлмен айналмалы дөңгелек бар. Ең күшті жобасы Шымкент Сити болар еді. Мұнда халықаралық деңгейдегі ғимараттар бой көтерер еді. Дегенмен әкім бұл жобаны соңына дейін жеткізе алмады. Ол Шымкент Ситиді енді бастаған кезде қызметінен айырылып қалды. Шымкентте жаңа жылды тойлауға 80 миллион теңге бөлінген еді. Бірақ Әбдірахымов осы ақшаның бәрін жетімдерге таратып берді. Оларға түрлі сыйлықтар беріп, көңіл күйлерін көтерді. Әкім кішкентай балаларды қатты жақсы көрді. Оларға әрқашан мейірім көрсетіп, оларды ылғи қорғайтынын айтып жүрді. Сендерді ешқашан ешкім ренжітпейді. Түсіндіңдер ме? Және де ол Шымкент Ситиден жетім балаларға пәтер сыйлады. Мұндағы 540 пәтер шынайы мұқтаж азаматтарға берілді. Әкімнің бойындағы мейірімді байқаған балалар ылғи оған жақын жүрді. Әкімді көрген кезде оған тұра ұмтылып, мойнына асылып еркелегісі келетін. Әбдірахымов әкім болып тұрғанда шенеуніктерге қол астындағы қызметкерлерін кешкі 7-ден кейін жұмыста ұстамауға шақырды. Өйткені жас мемлекеттік қызметшілер жұмыстан соң қыздармен, жігіттермен кездесуге барып, отбасын құратын уақыты болуы керектігін айтты. Тағы да мен басшыларға айта кетерім, ләжі болса 7-ден кейін ешкім ұстамаңдар жұмыста. Семьясы жоқтарын семья болу керек. Егер мүмкіндік болса, ешкімді 7-ден кейін ұстамаңыздар. Егер олар жұмыста 12 сағат отыра беретін болса, олар ешкіммен кездесе де алмайды, киноға да бара алмайды. Мұндай жұмыс кестесімен олар бір-бірімен қалай кездеседі? Сол себепті бізге таңғы 9-дан кешкі 7-ге дейін жақсылап жұмыс істеу керек деді Әбдірахимов мырза. Расында да көптеген әкімдер қол астындағы қызметкерлерді түн ортасына дейін ұстап, оларды әбден қинайды. Оларға жеке өмірмен айналысуға мүмкіндік бермейді. Мұндай мазасыз әкімдердің лаңынан соң көптеген жастар мемлекеттік қызметтен безіп кетіп жатады. Ал Әбдірахымов өзінің жастарға деген мейірімділігімен, қамқорлығымен ел есінде қалды. Ол жастарға әрқашан бірінші орында жұмыс емес, отбасы тұру керектігін айтып жүрді. Өзі де ылғи отбасын жанында ертіп жүрді. Жұрт Шымкенттегі іс-шараларда оның отбасын жиі байқады. Әбдірахымов халыққа әрқашан көңіл бөлу керектігін айтты. Тұрғындарға қамқорлық пен махаббат қажет. Мен халықты әрдайым әйелмен салыстырамын. Әйел қамқорлықты сүйеді, махаббатты, жылу мен көңіл бөлгенді қалайды. Егер оған осыларды уақытылы бермейтін болсаңыз, олар шу шығарады. Сол себепті халықпен де осындай қарым-қатынаста болуы керек деді Әбдірахымов. Қазіргі заманда бұрынғымен салыстырғанда мүмкіншіліктер әлдеқашан жоғары. Сондықтан да жастарға айтқым келетіні, Instagramда комментарий жазудың орнына барып жұмыс істеңдер. Базарға барып жүк тасыңдар немесе сауда нүктесін жалдап, көтерме саудагерлерден көкөніс алып сатыңдар. Тігін шеберханасын, шаштараз ашыңдар. Істеймін дегенге жұмыс көп деді Шымкент әкімі Ғабидолла Әбдірахымов болашақ бағдарламасымен Германияда оқыған кездерін еске түсірді. Оның айтуынша, қалталы отбасыдан шыққандар баймын деп балқып шалқымай, керісінше, дәмханаларда даяшы болып нәпақа тауып, жатақханада тұрған екен. Сондықтан студент, жас кезде барлық жұмыс жарасады. Сіздерге ешкім еш нәрсе деп айта алмайды. Жұмыстан ешқашан ұялмау керек. Жұмыс істеймін, мына жерден осынша ақша тауып жатырмын. Мен тәуелсізбін, ата-анама көмектесіп жатырмын деңіздер. Тамаша емес пе деді әкім. Әбдірахымов тек мейірімді ғана емес, сонымен қатар керек жерде қатал бола білді. Осыдан бірнеше жыл бұрын бомба жарылған соң арыстан келген тұрғындар Шымкенттен бізге пәтер беріңдер деп шу шығарған еді. Сол кезде әкім қатты ашуланды. Тілім бар екені деп әр нәрсені айта бересіңдер. Біз ойнап жүрген жоқпыз. Қолдан келгенді жасап жатырмыз. Осы мәселені шешіп жатырмыз күн-түн демей. Біз де пендеміз ғой, Құдай болсам бәрін бір күнде ретке келтірер едім. Мен Құдай емеспін. Еркектерге не жоқ, әйелдерді жарайды.
Алдымен әйелдеріне ие болыңдар, сосын ел туралы айтасыңдар. Әйелдеріне ие болмай тұрып, маған ақыл айтасыңдар, деді ашуға мінген әкім. Ғабидолла Әбдірахымов осы сөзінен соң қызметінен кетті. Сіздерге Лондоннан сәлем жолдап тұрмын. Лондон әлемнің астанасы. Оны дәлелдеудің қажеті жоқ. Бірақ мен Қазақстанды қаттырақ жақсы көремін. Қазақстанда тұрып, жұмыс істеп, әлемді аралау керек. Менің ойымша, еліміздің патриоттары үшін нағыз бақыт осы. Барлық жастарға елімізде қызметімен жетістіктерге жетіп, шетелде саяхаттауын тілеймін, деді. Дегенмен бұл сөз билікке ұнамады. Артынша Шымкентке президент аппаратының басшысы Қырымбек Көшербай келіп Әбдірахымовты сынға алды. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, қазіргі басты міндет халықтың сенімі, халық пен билік арасында диалог орнату. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Ғабидолла Әбдірахымов ел билігінен қолдау тауып, таудай сенім арқалады. Оны еліміздегі ең лауазымды әрі жауапты қызметтерге тағайындады. Өкінішке қарай, мұны өзі жеткілікті түрде ұғынған жоқ. Оның қылықтары бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде егжей-тегжейлі жарияланып жүрді. Бұл мемлекет басшысының тапсырмаларына кереғар биліктің абыройын түсіретін жағдай. Бүгінде Ғабидолла Әбдірахымовқа артылған саяси сенім сарқылды, деп түйіндеді сөзін Қырымбек Көшербаев. Осылайша билік Әбдірахымовты қызметінен алып тастады. Осыдан соң Әбдірахымов өте ірі қызметке тағайындалмады. Арасында премьер-министр кеңесшісі, вице-министр секілді майда-шүйде жұмыстар істеді. Бірақ көзге түсе алмады. Жалпы алғанда Әбдірахымов Шымкентте жақсы әкім болды. Ол әр жұма сайын мешітте қарапайым халықпен бірге отырып Құдайға құлшылық жасады. Әбдірахымов Шымкентке 2 рет әкім болып тағайындалды. Дегенмен Назарбаев биліктен кеткен соң жаңа президент Тоқаевтың командасының сенімінен шыға алмады. Содан ол әлеуметтік желі арқылы шымкенттіктермен қоштасты. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, қымбатты достар, мен үшін Шымкент қаласының әкімі болып жұмыс істегенім үлкен мәртебе және мақтаныш. Осындай мүмкіншілік берген елбасымызға, президентімізге алғысымды білдіремін. Қолдан келгенше қаланың дамуына әріптестермен атсалыстым. Мен Шымкент халқына өте ризамын. Сіздер әрқашан мені қолдадыңыздар. Өзімді өте бақытты адам ретінде сезініп жүрдім. Әр нәрсенің соңы болады бұл өмірде. Жаңалықтарда болады. Жаңадан келген қала басшысына сәттілік тілеймін. Барлықтарыңызға үлкен алғыс айтып, басымды иемін, деп жазды. Оған 100 мыңдаған адам лайк басып, жылы пікірлерін қалдырды. Қазір Әбдірахымов жеке кәсіппен айналысады. Биліктен түбегейлі кетті. Егер Әбдірахымов президент болса, Қазақстан гүлденуі әбден мүмкін. Себебі Әбдірахымов мейірімді әрі қатал, қайырымды, адал адам. Ол билікте жүрген кезде оған қатысты ешқандай сыбайлас жемқорлыққа, мемлекет мүлкін жымқыруға қатысты шу шықпады. Керісінше ол мемлекет ақшасы жетпей қалған жобаларға өз қалтасынан ақша төлеймін деп қошеметке бөленді. Шымкент қаласы зың! Әбдірахымов қазір 48 жаста. Бұл адамның ақыл ойы толысқан шақ. Ел басқаруға нағыз лайық кезең. Қазір Әбдірахымов нағыз бабында тұр. Егер ол билікке келсе, көптеген өзгерістер жасай алар еді деген сенімдеміз. Құрметті көрермендер, Әбдірахымов президент болса, елді басқарып кете ала ма? Әлде бұл қызметке әлі дайын емес пе? Қазақстанның келесі президенті болуға кім лайық деп ойлайсыз? Ойларыңызды комментарийге жаза кетіңіз. Келесіде біз сіздер айтқан адам жайлы видео дайындайтын боламыз.